Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен красный бархат пирожнойларының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп аламыз. Ол үшін таза ыдысымызға ұнымызды, үстіне қамыр қопсытқышымызды және менде осындай құрғақ бояғыш, яғни қызыл бояғышымызды қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде бояғыш гельді түрде болса, онда қамырдың соңында қоссаңыздар болады. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алдық. Енді таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Үстіне қантымызды қосып, миксермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Яғни майымыз ағаруы тиіс. Май мен қантымыз біріккен кезде жұмыртқамызды қосып, миксермен тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Миксерімізді өшірмей, құрғақ ингредиенттерімізді аз-аздан қосып отырып, осылай миксермен араластырамыз. Енді үстіне жылы сүтімізді қосып,
осындай силикондық күрекшемен немесе қасықпен біркелкі масса бойынша араластырамыз. Қамырымыз өте сұйық емес, өте қою емес, осылай орташа видеодағыдай болуы тиіс. Енді арнайы осындай дөңгелек насадка немесе насадка қолданбасаңыздар болады. Салып, кондитерлік қапшыққа қамырымызды салып аламыз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, видеодағыдай қамырымызды сығып шығамыз. Қамырымызды көбірек сықсаңыздар, кейін пирожналарыңыз үлкенірек болады. Немесе мен кішірек қылып істедім. Менде 15 штуктай шықты. Енді қолымызды жай суға салып алып, осылай қамырымыздың беттерін басып шығамыз. Сонда піскен кезде біркелкі дөңгелек, әдемі дөңгелек болып піседі. Ұлмыла қызырылған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Пешіміз міндетті түрде алдын ала 5 минут бұрын қосып қою керек. Міне пирожналарымыз осылай әдемі болып дөңгеленіп пісті. Енді толықтай суытамыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшігімізге, творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, миксермен біркелкі масса бойынша араластырамыз. Осындай біркелкі болған кезде үстіне 33-35% салқын кілегейімізді, яғни сливкейімізді қосамыз. Миксердің жай жыландығында тағы да араластырамыз.
Миксердің жылдамдығын ақырындап көтеріп отырамыз. Креміміз дайын болды. Енді кез келген насатканы алып, кондитерлік қапшығымызға кремімізді салып дайындап аламыз. Суған пирожноларымыздың бірдей бөліктерін іздестіріп, осылай ыңғайлап қойып аламыз. Сосын орталарына кремімізді жағып шығамыз. Осындай әдемі пирожнолар шығады. Пирожноларыңыздың бетін осылай креммен мен сияқты гүл жазсаңыздар болады, немесе қант ұнтағын сеуіп, қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Осымен өте оңай жасалатын және қонақтарды таң қалдыратын пирожноларымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше. Келесі жолы арнамнан қандай видео рецепт көргілеріңіз келеді, пікір жазып қалдырыңыздар.